Умра қажылығын өтеу. Умраның 4 парызы бар. Біріншісі ихрам, екіншісі тауап жасау, үшіншісі сағи, және төртіншісі шаш алдыру немесе қысқарту. Қажылық немесе умра өтеуге ниет еткен адам миқатқа жеткен кезде немесе соған дейін күнделікті киімін шешіп, ихрам кимес бұрын мына істерді атқаруы тиіс. Бірінші, тырнақты алу, қолтық пен шаттағы түктерді қыру және мұртты қысқарту. Екінші, мүмкіндік болса бүкіл денені жуу, ғұсыл құйыну. Үшінші, ер кісі ихрамнан басқа барлық киімдерін шешеді, іш киімдерді де шешу керек. Төртінші, әйел адам бетін және қолдарын білезігіне дейін ашық ұстай, оған бетін жабуға, сондай-ақ қолғап және паранжы киюге болмайды. Бесінші, ер кісілердің ғұсыл құйынғаннан кейін денесінің ихрам тимейтін жерлеріне иіссу себінуіне рұқсат етіледі, бірақ әтірді ихрам киіміне себуге болмайды. Кейін 2 бөлек таза ақ матадан тұратын ихрам киіледі. Әйел адамның арнайы ихрам киімі болмайды, шариғатқа сәйкес кез келген киім киеді. Миқатқа жеткен сәтте қажы умра өтеуге ниет етеді. Лаббайка Аллахумма умратан. Мағынасы: уа Аллах, умра өтеу ниетімен сенің алдыңа келдім. Осы ниетті жасаған сәттен бастап, умра өтеуші ихрам халіне енеді, әрі оған келесі іс-әрекеттерге тыйым салынады. Бірінші, шашты, дененің басқа да түктерін қыруға және тырнақ алуға болмайды. Екінші, ихрам кигеннен кейін денеге және ихрам киіміне иіссу себуге болмайды. Ихрам киерден бұрын денеге сепкен әтірдің қалдығына рұқсат етіледі, ал ихрам киімінде иіссудың қалдығы болса, оны міндетті түрде жуу қажет. Үшінші, Мекке мен Мәдина қалаларының айналасындағы харам аймағына кірген адамға ихрамда болсын болмасын, мейлі ер мейлі әйел болсын, аң аулауға көмектесуге болмайды. Төртінші, харам аймағына кірген адамға ихрамда болсын болмасын осы аймақта өздігінен өсіп шыққан ағашты, басқа да өсімдіктерді кесуге, сындыруға тыйым салынады. Бесінші, харам аймағына кірген адамға ихрам кисе де, кимесе де, көшеде және өзге жерлерде жатқан басқа адамдардың ақша, алтын, күміс және тағы басқа заттарын алуға рұқсат етілмейді. Бұл заттарды тек қана басқаларға хабарлау немесе арнайы мекемелерге тапсыру үшін ғана алуға рұқсат. Алтыншы, ихрам халіндегі ерлі зайыптыларға ихрам халінен шыққанша төсек қатынасына баруға болмайды. Жетінші, әйел кісіге қолғап киюге, бетін жабуға болмайды. Сегізінші, ер кісілерге бас киім киюге, бет орамалмен не басқадай матамен басты жабуға болмайды. Тоғызыншы, ихрам кезінде 2 бөлек ақ матадан басқа, мысалы көйлек, шалбар, іш киімдер, сол сияқты тобықты жауып тұратын аяқ киімдерді киюге болмайды. Кейін умра өтеуші тәлбия оқиды. Лаббайк Аллахумма лаббайк. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Мағынасы: уа Аллах, міне мен сенің алдыңдамын, міне мен сенің алдыңдамын, сенің ешбір серігің жоқ, міне мен сенің алдыңдамын, расында мадақ та, нығмет те, мүлік те саған ғана тән, сенің серігің жоқ. Тәлбияны ихрам кигеннен бастап қағба көрінгенге дейін ер адамдар дауыстап оқиды. Умра өтеуші Әл-Харам мешітіне келсе, оң аяқпен кіріп: Аузу биллахил азим ва бивajhihil карим ва султанихил қадим минаш шайтанир раджим. Бисмилла вассалату вассаламу аля расулилла. Аллахумма афтах ли абуабу рахматик деген дұғаны оқиды. Бұл дұғаны барлық мешіттерге кірерде оқу сүннет амалдарына жатады. Осыдан кейін умра өтеуші қағбаны көрген сәтте тәлбия айтуды тоқтатып, тауаф рәсімін бастайды.
Тауаф бастардан алдын ер кісілер умра тауабы барысында оң иықтарын ашып жүруі сүннет, яғни матаның бір шетін оң қолтығының астынан өткізіп, сол иығына жабады. Ал тауаф аяқталған соң әрі одан кейін екі иығы жабық жүруі тиіс. Ескерту: тауаф рәсімінде дәретті болуыңыз шарт. Егер дәретті бұзып алған жағдайда, қайтадан дәрет алып, тауафты дәл сол жерден бастауыңызға рұқсат, бірақ абзалы басынан бастау. Тауаф 7 айналымнан тұрады. Умра өтеушінің сол иығы қағбаға қарап тұруы шарт. Әр айналым қара тас маңынан басталып, сол жерде аяқталады. Қара тас орналасқан, яғни тауаф басталатын жер мешіттің ішінде арнайы жасыл шаммен белгіленген. Умра өтеуші дәл осы жерден оң қолын көтеріп, алақанын қара тас жаққа қарата, бисмиллах, Аллаху акбар деп тауафты бастайды. Мүмкіндік болса, басқа адамдарға зиян тигізбей, қағып соқпай, қара тасты сүйген абзал, шарт емес. Ондай мүмкіндік болмаса, сол тұсқа келгенде оң қолын көтеріп, алақанын қара тас жаққа қарата, Аллаху акбар дейді. Сондай-ақ тауаптың алғашқы 3 айналымын Йемен бұрышына дейін жүрдек жүру сүннет. Қара тас орналасқан бұрыштың сол жағында Йемен бұрышы бар. Йемен бұрышына жеткен уақытта мүмкіндік болса, сол бұрышты ұстаған абзал, шарт емес. Йемен бұрышы мен қара тас бұрышының арасында Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар дұғасын оқиды. Мағынасы: Раббымыз, бізге дүниеде де жақсылық бер, әрі ақыретте де жақсылық бер, және тозақтың азабынан сақта. Ескерту: тауафтың әр айналымында Йемен бұрышында оқылатын Раббана атина дұғасынан басқа арнайы бір оқылуы тиіс бекітілген дұға не зікір жоқ. Міне сіз миллиондар арман тілегін сұрағанда жүзін бұратын қағбаның қасында тұрсыз. Ол жерде барлық тілектер қайтарылмайды. Алламен жеке қалдыңыз. Шын ынтаңызбен Алланы мақтап, пайғамбарға салауат айтып, Алладан кешірім сұрап, өз тіліңізде ішкі сырыңызды Раббыңызға ақтарыңыз, тілеңіз. Күмән жоқ, Алла дәл осы дұғаңыздың бәрін береді. Тауаптан кейінгі іс-амалдар: оң иығын қайтадан жауып алады. 2 рәкағат тауап намазын оқиды. Мүмкіндік болса, осы намазды мақам Ибрахимнің артында тұрып оқу сүннет. Ол жерде орын табылмаса, мешіттің кез келген жерінде оқуға болады. 1-ші рәкағатта Фатиха сүресінен кейін Кафирун сүресін, 2-ші рәкағатта Иқлас сүресін оқу сүннет. Басқа сүре оқуға да болады. Кейін Алла елшісі зәмзәм суын ішіп, шашын сулаған. Ауырып қалатын қауіп төнсе, мұны жасау шарт емес. Сүннетке амал жасау басты мақсат. Сағи: содан соң умра өтеуші Сафа төбесіне қарай сағи рәсімін жасау үшін беттейді. Сафа төбесіне жақындаған кезде Инна сафа вал марвата мин шааирилла деген аятты оқиды. Сафа төбесіне көтерілгеннен кейін қағбаға қарап, 2 қолын жайып, Аллахқа мадақ айтып: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده деген дұғасын оқуы керек. Бұл дұғаны 3 рет қайталаған жақсы. Осы дұғаны оқығаннан кейін өзіне, отбасына, туған туыстарына, дос-жарандарына және барлық мұсылмандарға дұға тілейді. Одан кейін Сафа дөңінен түсіп, Мәруа дөңіне беттейді. Сағи өтеу барысында да көп дұға жасау керек. Сағи жасайтын жердің ұзындығы 450 метр шамасында. Осы аралықтағы жолдың 2 шетінде жасыл белгі бар. Жасыл белгіге жеткен кезде ер кісілер 2-ші жасыл белгіге жеткенге дейін жылдам жүруі керек, ал әйелдер жылдамдатпай жайлап жүре береді. Мәруа: қажы Мәруа төбесіне шығып, жүзін құбылаға бұрып, Сафада айтқан дұғаларын қайталайды. Одан кейін қайтадан Сафаға қарай беттейді. Осылайша 7 рет сағи жасайды. Сафадан Мәруаға баруды 1 айналым, Мәруадан Сафаға баруды 2-ші айналым деп есептеп, 7-ші соңғы айналымды Мәруада аяқтайды. Әрі ол жерде ешқандай дұға зікір оқылмайды. Өзі жүруге шамасы келмеген адам үшін сағиды арбаға не электрокөлікке мініп жасауына рұқсат.
Умраның ең соңғы міндеті: сағи жасап біткеннен кейін ер кісі шашын түгел алады, немесе бір тегіс етіп қысқартады. Әйел адам шашының ұшынан тек қана бір елідей көлемде қысқартады. Шаш алып немесе қысқартып болғаннан кейін умра амалдары бітеді. Сосын ихрам кезінде тыйым салынған амалдардың барлығына рұқсат етіледі. Умраңыз қабыл болсын.